Қайырлы күн достар, біз бүгін Alipay'дегі 6 сандық код парольді ұмытып қалған жағдайда қалай восстановить етуге болатынын үйренетін боламыз. Қараңыздар, бұл 6 сандық код қай кезде қажет? Егер сіз Alipay'ге Каспий Голд картаңызды тіркеп, пойызында төлем жасайтын болсаңыз, міндетті түрде осы 6 сандық кодты сұрайды. Немесе Alipay'ді юанға толтырып, 1688 Pinduoduo сайттары арқылы төлем жасайтын болсаңыз да, осы 6 сандық код парольді сұрайтын болады. Енді оны қалай восстановить етеміз? Осы Alipay'ді ашасыздар, яғни өзіңіздің аккаунтыңызға барасыз, жоғарыдағы настройканы басасыз. Міне екінші тұрған payment settings, яғни төлемнің настройкасы, және үшінші payment password, яғни төлемнің құпия сөз паролі. Соған кіресіздер. Бұл жерден қазір сізге телефон номеріңіз шығарады, Alipay'ге тіркелген осы ма деген дегенді басасыздар. Міне енді қараңыздар, сіздерден 6 сандық код сұрап тұр. Сіз change methods десе, восстановить ету үшін. Біріншісі сол пароль, екіншісі SMS арқылы немесе банк картасы арқылы, мынау үшінші тұрған банк картасы, ал төртінші осы загран паспортыңызбен жаңағы видео арқылы сканмен восстановить ету дегенді білдіреді. Егер сізде Alipay'де аккаунт болса, яғни паспорт арқылы тіркелдіңіздер, яғни сізде паспорт бар, ең ыңғайлысы және ең оңай жолы осы паспорт арқылы восстановить ету. Төртіншіні басасыздар, астында тұрған Again Start деп тұрған көк жазуды басасыздар. Өзі міне 4 бұрыш жаңағы окно шығады сіздерге, дәл сол жерге загран паспорттарыңызды сканировать етесіз. Alipay'ге байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, немесе мен түсіндірген кейбір сөздерім түсініксіз болса, комментарийға жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Міне осылай Alipay'дің өзі жаңағы загран паспортыңызды сканировать етіп алады. Енді екіншісі, сіздің жаңағы загран паспорттың иесінің фотосы қажет болады. Фотосы болғанда жаңағы түрге тексеру үшін. Загран паспортты сол кісінің өзі қолданып отыр дегенді тексеру үшін. Осы жерде фотоға түсесіздер. Сіздерге Alipay жаңадан 6 сандық код ойлап тап деп міне кішкене окно шығарып береді. Осы жерге жаңадан пароль ойлап табасыздар, оны ұмыт қалмаңыздар. Бір жерге жазып қойыңыздар міндетті түрде. Заметкеға жазып қойсаңыздар болады, немесе өзіңізге жақындарыңызға осылай Alipay'дің паролі деп жүріп қойсаңыздар болады. Міне бізде жаңадан пароль енгізілді деп тұр.